сабағымыз 70-ші сабақ түбір және қосымша дейді. Түбір және қосымшаны ажырата аламын, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырамын дейді. 36-шы апта мәтінді түсініп оқы. Менің інім компьютерге әуестеніп алды. Достарымен футбол ойнауды қойды. Мен інім үшін қатты алаңдадым. Өйткені компьютерде үнемі ойнау зиян. Інімді далада ойнатудың бір амалын таптым. Екеуміз далаға шығып спортпен айналысамыз. Енді ол компьютерге емес, даладағы ойындарға қызыға бастады. Қазір біз ауладағы балаларды жинап футбол командасын құрдық. Інім сол команданың капитаны болып сайланды. Балалар мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Мәтінге ат қой дейді. Мәтінге қандай ат қойсақ болады? Пайдалы ойындар, иә? Компьютердің пайдасы мен зиянын тақырыбынан топта талқылауға қатыс дейді. Балалар компьютердің зияны көзімізге және омыртқамызға зиян, иә? Қайта бүйтіп майысып бүкірейіп отыра берсек, омыртқамыз бүкіріп қалады екен, иә? И көзімізге зиян. Бұның тақырыбын пайдалы ойын деп қойсақ болады, иә? Ойындар, иә? Пайдалы ойындардың пайдасы денсаулығымызға пайдалы. Далаға шықсақ, миымыз тынығады, иә? 37-ші атау суреттерге тегдерге қосымша жалған екінші бағандағы сөздермен байланыстырып жаз дейді. Бұл 37-ші атау, балалар қараңыздар, бір шана, сырғана, шомыл, секір, ойна дейді. Міне. Бұлай қойып шана мен сырғана, парашютпен секір, суда шомыл, доппен ойна деп жазады екенбіз, иә? 38-ші атау жаңылтпашты жатқа жаз дейді. Дойбышыны ұтты. Ұтқан ұтып, ұтылған ұтылып, ойын бітті дейді. Қарамен жазған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат дейді. Балалар қараңыздар, бұл жерде дойбы, шыны. Дойбы деген түбірі, шыны деген қосымшасы екен. Дойбы түбірі, шы деген қосымшасы екен, иә? Үсіп жазады екенбіз. 39-шы атауы, балалар енді бір жерде ойлап тап дейді. Жүгіру жарысынан Әнуар, Мағжан, Талғат үш орын алды. Мағжан екінші орын алмаса, Әнуар бірінші орын алмаса, ал Талғат үшінші орын алмаса, кім қандай орын алды дейді. Балалар бір жерде қараңыздар. Мағжан бірінші орын алған екен, иә? Талғат екінші орын алды, Әнуар үшінші орын алған екен, иә? Үстіп жазасыздар, балалар. Балалар, осы сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.